Бүгін бізде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыруға арналған веб-сервис қарастырылады. Оның аты QuizIz. Яғни біз онымен не жасай аламыз? Осы жерде бізде quiziz.com сайтында қысқаша ақпарат берілген. И мысалы осы жерде видеода көрсетілген оқушылар сабақта отырып, содан кейін интербелсенді тақтада оқушылардың қай сұрақта отырған және де қайсысы дұрыс жауап берді, қайсысы дұрыс емес жауап берді, сондай сияқты ақпарат көрсетіледі. Онымен қоса оқушылар тек қана сыныпта емес, сонымен қоса үй жағында отырып оны барлығын орындай алады. Енді осы QuizIz атты веб-сервисін толығырақ қарастырайық. Енді осы жерде менде ол орыс тілінде автоматты түрде берілген. Содан кейін алғаш кезде тіркелу бізде кәдімгі Google аккаунт арқылы оны жасай аламыз. Енді мен тіркелгеннен кейін Google аккаунтым арқылы осы сервиске кірейік. Өзімнің белгілі бір кабинетіме. Енді осы жерде біз не жасаймыз? Бізден басқа мұғалімдер осы бүкіл дүние жүзінде қолданып жатыр, және де осы жерден ең басты бетте біз басқа мұғалімдердің жасаған QuizIz атты тестілерін қолдана аламыз, және осы жерде белгілі бір тараулармен берілген. Енді бізге өзіміздің жаңа QuizIz'ті құрастыруға бет бұрайық. Создать новый тест дегенді басайық. Енді осы жерде біздің тестіміздің аты берілген. Тестіміздің аты мысалы 1. Осы жерге егер де керек болса суретті қоя аласыз, және де сондай басқа нәрселер бар. Мысалы осы жерде тілді таңдау арқылы, қазақ тілінде бар ма жоқ екен? Қазақ тілінде бар. Создать викторину дегенді басайық. Енді осы жерде бізге не беріп тұр? Жаңа сұрақты құрастыру немесе белгілі бір сұрақты базадан тауып алу. Бізге мысалы керек жоқ, біз жаңа сұрақты құрастырайық. Енді осы жерде ең бірінші неге назар аудару керекпіз? Ол бізде бір жауапты тест тапсырмасы бола ма, әлде бірнеше жауапты тест тапсырмасы болатын таңдау керекпіз. Бізге бір жауапты керек. Енді осы жерде біздің сұрағымызды жазамыз. И осы жерде оң жақта ол оқушылардың компьютерінде немесе планшеттерінде қалай болатынын көрсетіліп жатылады. Енді осы жерде мысалы А вариант, Б вариант, В вариант немесе Г вариантты. Мысалы Б бізде дұрыс жауап болса, осы галочкаға басамыз да, осы жасыл түспен жазылып тұрады. Енді тағы да бір өте керемет нәрсе, мұнда әртүрлі форматтау тәсілдері берілген. Мысалы курсив, астын сызу сияқты, онымен қоса дәрежелер берілген, және де грек әріптері, және де басқа математикалық амалдар бізде берілген. Грек, латын, содан кейін осы жерде белгілі бір валюталар берілген, онымен қоса эмоджи дейді. Олар да бізге берілген. Енді осы жерде онымен қоса, егер де бізге мысалы формула керек болса, қысқаша осындай формула берілген. Мысалы функциялардан интегралдарға дейін берілген. Енді соңында біз таңдаймыз, мысалы қаншама бізде секунд беріледі, немесе минуттар оқушыларға жауап беру үшін. Мұнда спасти деген сөз ол сақтау дегенді білдіреді. Save деген тілінен аударған шығар. Енді мінекей біздің бірінші сұрағымыз дайын, 3 минут берілген. Егер де оны қайтадан жазу керек болса, мысалы өзгерту керек болса, редактирую деген басамыз. Немесе мысалы оның копиясын жасауға болады. Ол бізде автоматты түрде оны түзетуге жібереді. Сол екінші, мынау бізде әрпі сохрани дегенді бастамызда болды. Біздің викторинамыз немесе тестіміз дайын болды. Енді завершить тест дегенді басайық. Осы жерде бізде мысалы қай сынып екенін таңдау керек. Мысалы 8-ші сынып.
мысалы не болу бізде болсын, ғылым болсын, иә, содан кейін әртүрлі мысалы химия жақсы. Целгус инфо дегенді басамыз да біздің бірінші квизіміз енді дайын болды. Иә, мінекей бізде конфетти ашып жатыр. Енді мысалы біз оны осыған сілтемені белгілі бір пошта арқылы жібере аламыз, немесе сол Twitter, Facebook немесе жай ғана осы URL-ді копиясын жасап, мысалы пошта немесе ВКонтакте, WhatsApp арқылы жібере аламыз. Болды, енді мынаны жабайық та, мінекей біздің тестіміз пайда болды, иә. Енді кәнекей оны ойнайық. Осы жерде мысалы берілген живая игра деген, егер де сіз сыныпта болсаңыз, иә, содан кейін оны ойнағыңыз келсе, иә, оқушылармен бірге живая игра дегенді басу керексіз, иә. Немесе играть соло деген өзіңіз мүмкін оны шет жағынан қарағыңыз келсе, сондай сияқты нәрселер, немесе оны үй тапсырмасы арқылы беруге керек. Бірақ та біз негізінен оны живая игра ретінде ойнаймыз, яғни оқушылармен сабақтың үстінде. Енді осы жерде классикалық түрі бар, ол әрбір оқушы өзінің белгілі бір аккаунтымен кіреді, немесе team деген, ол бізде оқушылар топпен ойнай алады. Окей. Осы жерде бізге берілген келесі, ол қаншама рет олар мысалы жауап бере алады, иә. Келесі бізде кері байланыс, мысалы кейбір кездерде бізге оқушыларға жауаптың көрсетудің қажеті жоқ, иә, сол себепті біз мысалы показать ответы в игре дегенді, яғни ойын кезінде жауапты көрсету дегенге мысалы жоқ дейміз, иә. Содан кейін бізде таймер берілген, мысалы сұрақтарды бірінен бірі емес, иә, біз қарастырғандай оны араластырып беру сияқты дегендей. Содан кейін жауаптардың варианттарын, иә, нұсқаларын араластыру, сондай сияқты. Музыкалар бар, және де мұнда мемдар, иә, біздің бүгінгі заманауи сондай ақпараттың бөлісі түрі сияқты. И осы жерде әртүрлі мемдардың топтамалары берілген. Яғни мысалы ол бізге керек жоқ. Енді хостгейм дегенді басамыз да біздің ойынымыз басталады, иә. Оқушылар өзінің компьютерінде немесе мысалы телефондар арқылы кіріп join. Енді осы жерде бізде жаңа ойынды бастадық. Көріп отырғанымызда бізде код берілген, иә, қайтадан. И мен мысалы өзімнің енді смартфонымдан оған кірейін, иә, введите код дегенді басам. Содан кейін бізде мында берілген 153-436 kodты енгізем, өзімнің атымды жазам. И мінекей бізде Нұрсұлтан атты ойыншы берілген. Начните батырмасымызға басайық. Иә, и осы жерде бізде идти деген сөз шығады. Ну, әрине де go деген орысшадан дұрыс аударылмаған. Енді мұнда егер де смартфонға қарасақ, бізден сұрағымыз берілген, мен жауап берем. И біздің мұғалімнің, иә, айнасында көріп отыр Нұрсұлтан деген ойыншы немесе оқушы қандай сұраққа жауап берді. Я дұрыс және дұрыс емес. Мысалы бірінші сұраққа дұрыс жауап берді. Екінші сұрақ мысалы оған да мысалы дұрыс жауап берді, иә, деген бізде 100% нақтылық берілген. И осымен бізде барлық оқушылар жауап бергеннен кейін бізде осындай белгілі бір, иә, керемет нәрсе шығады, конфетти сияқты, иә. Мысалы бірінші орынға бізде Нұрсұлтан деген оқушы шықты. Әрине де оқушылар көп болған сайын анда өзінің белгілі бір рейтингі үлкенірек болады. И осы жерде біраз статистикалық ақпарат берілген. Мысалы нақтылық, сыныптың нақтылығы, яғни 100% дұрыс жауап берді. Ең қиын сұрақ, ең ұзын сұрақ. Әрине де мұнда бізде тек қана 2 сұрақ болған, сол себепті біраз ақпарат жетіспеуі де мүмкін. Содан кейін кейбір қызықты факторлар беріледі. Мұнда содан кейін оқушылардың аттары беріледі. Мысалы Нұрсұлтан 100% бірінші, екінші сұраққа жауап берді.
Содан кейін тек қана оқушылармен емес, қандай сұрақтар қаншама оқушы жауап берді деген ақпарат шығады. Және де осы жерде осы результаттарды біз өзіміздің компьютерімізге жүктей аламыз, яғни Excel форматы арқылы ол бізге беріледі. Содан кейін мысалы сіз өзіңіз белгілі бір оған талдау жасап, оны қарайсыздар. Мысалы Нұрсұлтан міне Б деген жауап берді деген ақпарат шығады. Өте керемет нәрсе. Ертең мысалы диагностика жасау үшін мінекей осындай бізде сервис Quizzes атты негізінен Kahoot-қа ұқсайды, бірақ та осы жерде оқушылар біраз саралау көбірек болып тұр. Оқушылар өзінің белгілі бір темпімен жүреді, және де біз мысалы нақты көбірек статистикалық ақпаратты қарай аламыз. Сау болыңыз.